Мектепте ешкім жақтырмайтын бір бәлеқор қыздар болады. Сонымен мектепте. Апай, екі төгім жоғалды. Апай, қайт жоғалады ол? пеналыма сап қоймам, Асқар сол кезде қоңырауда келді жерге. Асқар! Апай, 10-кі 2 өлтен келік, 1 100 тен келік еді. Сенікше? Мен 4 өлтен келік. Картадан ұтып алған. Мен есіме түсі, мен гамбургер жеп қойдым, апай. Бәле қорлана бермеш Гүлжамал, жазшы тақырыпты. Лап пышақты қып алды маған. Пышағы нес мектепте, Асқар? Апай, ручка қой. Ручка екен ғой. Жарылып кетейін деп қалдым, апай. Қойыңдаршы, Гүлжамал, жазыңдар сабақты. Болды. Апай, талдым, апай. Діліне батын, тілім кетіп батын. Сіз сөйлеп атсың ғой бәледе, Апай, ұрып отыр. Скорый шақырайын ба? Жоқ, үйге барып емделем мен. Қайтайыншы. Арам қайтқың кеп отыр, құрыс қайта берші бар. Болды. Сумкаңды асай. Үшінші сабақта інімнен беріп жібергем. Көкірек жағынан ұрмайсың ба бүйтіп? Ауылда осындай ыңғайсыз жағдайлар өте көп болатын. Ойбай, ата, ұят болды. Ойбай, сен ұят емес келін. Мына балаң қият болды ғой, ешақтай болып, еміп отыр мынау. Мен ғой ата еміп отқан. Мына балама еміз! Достар, барлығымыз әке дегенде еркелікті ұмытамыз. Сонымен отбасыда. Ержан балам, тұрсай, әкең келеді. Қойш, мама, қойш. Әкең келатыр. Айуан, бір тірлігің бітпегенде, үйің болса қуаңырабады, үстіңнен жаңбыр соғып жатыр. Бір қораң соғылмаған, шашың алынбаған, сабағың оқылмаған, күнделігің екі, апаң ауырып жатыр. Қайсың сен? Айуан, Сәбит деген тауып берме контакты.